Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңызда да Жаштык телестудиясы, сиздер менен мен Нури Сабдиев. 8 март бүткүл дүйнөлүк аялдар күнүнө карата биздин Ош технологиялык университетинде атайын маданий иш-чара өтүп жатат. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Алымды нурга бөлөп, апалар өмүр сүрөп, арка бел жөлөк болуп, уул кызын алга сүрөйт. Амансыңба, айланайын бишине. Алак сетеп койбодум бешиңе. Эмне берип жиберейин дегенде, мээримиңиз керектеймин ичиме. Апалар аман болсун, өмүрү гүлгөр болсун. Кудайдын берген жашы токтоосуз жүзгө толсун. Көтөрүлүп канбасын, суудай урттап жуткун келди жармасын. Апа кемден тийген үчүн колдору, айылымдын жуубай жерим алмасын. Арбаңыздар, ардактуу агай-эжекелер, эже карындаштар, жалпыңыздардын кирип келген жаз майрамыңыздар менен жана ошондой эле 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Урматтуу агайлар жана эжекелер, мына баарыңыздарга маалым болгондой жогоруда айтылды. Бүгүн баарыбыз ушул залга биздин баарыбыз үчүн эң негизги болгон, биздин баарыбыз үчүн өтө бийик болгон майрамдардын бири аялдардын эл аралык күнүн белгилеген бул жерде чогулуп отурабыз. Ошондуктан урматтуу айымдар, урматтуу биздин ажарлуу эжекелерибиз, сиздерди ушул университеттин жалпы мырзалардын атынан, жеке өзүмдүн атынан ошо бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Анан эми билесиздер, бул аял заты, бул биздин коомубуздагы алдыңкы жоопкерчиликтүү бөлүгү болгон, коомубуздун бөлүгү болгон бул биздин кыз келиндер. Аял заты бул биздин мамлекетибиздеги эң негизги институттардын бири болгон үй бүлөнүн башаты, ошол үй бүлөнүн очогу. Аял заты бул баарыбыз үчүн бийик болгон, баарыбыз үчүн улуу болгон бул эне, ошол адамзаттын тукумунун улуучусу. Анан эми аял заты жөнүндө элибизде, коомчулукта көп жакшы сөздөр айтылат. Мисалы үчүн көп жакшы макал лакаптар, накыл сөздөр айтылат. Аял затына арналган көп ырлар жазылат. Аял затына арналган, аял затынын ушу бийиктигин даңазалаган көп обондор жаралат. Дайыма ошол үйүңүздөрдө аманчылык болсун, элибизде тынчылык болсун, коллективибизде ынтымакчылык болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Алгач баштасак, биздин магистратура бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин доктору Мээрим Абдыкеримовна Атакулова жашнакай сыйга ээ болуптур. Эл аралык жашнакай медаль менен сыйланып атат. Испания мамлекетинин Барселона шаарынан илимий монографиясы үчүн мондай медаль менен сыйланып атат. Ошондой эле Российская академия естествознания Атакуловой Мээрим Абдыкеримовне присвоено ученое звание члена-корреспондента. И награждает. Ош шаары 4 март 2019 жыл. Ош технологиялык университетинин төмөнкү окутуучулары жана кызматкерлери билим берүү жана илим тармагына кошкон баардык салымдары, жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоодо талккаган өзүлүү эмгеги, коомдук иштердеги активдүүлүгү үчүн жана 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 145-беренесине ылайык Ош технологиялык университетинин ардак грамотасы менен сыйланышты.
эжекелерибиз ыйланышты. Эми кышкы каникул эс алуу мезгилде мугалимдердин окутуучулардын ортосунда уюштурулган спартакиаданын жыйынтыгы бүгүн чыгып атат. Ошол жыйынтыкты чыгарып бүгүн жылдын мыктыларын сыйлап койгула дедиңиздер. Спартакиаданын мыктыларын. Биринчи мыктыга чыккандар үчүн Ош туунун окутуучулар жана кызматкерлер арасында өткөргөн спартакиадасына активдүү катышкандыгы үчүн Шапанов Муса Добудович диплом менен сыйланат. Активдүү катышкан үчүн Саламатсыздарбы, урматтуу айыл-элчек кийген апалар, эжелер жана карындаштар. Сиздерди 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жарокер, мээримдүү, камкор, сүйүктүү аял заты биздин бактыбызга бар болгула. Сиздерге чың ден соолук жана бакубат жашоо каалайм. Аял заты бар, бул дүйнөнүн баркы бар. Ак эмгектен атак даңкын таанылар. Аял заты үйдүн куту берешен, куттуу болсун 8 мартыңар. Аял гүлгө эрте жазда жайнаган, аял заты апа деген наам алган, жаз күнүндөй жүргүлөчү жадырап, силер бар да аалам жүзү анган. Kutlukdayımın elelerdin bayramın, bakıp dönüp büyüge tolsun daytarın, ak beyilden aynanayın eneler, sıla ötüm ırlar menen sağmayın. Tazim kılam kımbat ayalatınar, tөгүлбөсүн алатооной баркыңар. Жүрөгүмдөн жылы сөзүм арнаймын. Куттуу болсун 8 мартыңар. Кайманбаган эрттүү асыл кансыңар. Тамыр менен тең айланчуу кансыңар. Мээримиңен азык берчү дүйнөдө учуп улар жаркылдаган жалсыңар. Enelүү турмуш, зор турмуш, энесиз турмуш, кор турмуш. Энеге таазим кылбасаң, эч качан болбойт мол турмуш. Эне жок үйдүн жыты жок, эне жок үйдүн куту жок. Энесиз нанда даамсыз, энесиз жарман тузу жок. Eneni makta ak sütün, eneni makta alt güçün. Erkelep жүрөм десең сен, энени сактаган үчүн. Энчилеп берген белекке, энеде үгүс береке. Энени ойлоп сыйлап жүр, элдерге болбойт келеке. Hareket
сезим жалын жаш. Мен аялдын болсом ага иниси, аял мага кайра эже карындаш. Аял ким? Жабир бей, колу Жабир бей, чечип сырдын түймөгүн. Элеп алып колун тосын дүйнөмүн, азабында, жыргалында таттырган, аял менен ашык болгон сүйгөнүм. Аял ким? Жалгыздыктан муңайбоого ата кем? Жаша аял, сен түбөлүп жаша сен. Айлуу түндө ак сүтүнөн ооз аккан аял менен ал дейлеген апакем. Аял ким? Кентигимде толуктоого кудайым. Керек кезде тарткан тура муңайым. Ал мен үчүн, мен ал үчүн жаралган аял менен ак келүү жубайым. Аял ким? Аялды мен салыштырып деңесем, алаканы кут төгүлгөн берешен, ааламда бир ай бала деп бергеген аял менен ак жоолукчан жеңекен. Аял ким? Аял менен курчап турган керегем. Аман болчу, айланайын неберем. Алаканын жая салып алкаган аял менен тайенемда чоң энем. Аял ким? Аял сенин аруу, таза оюңан. Айланат жер чыкпай жалгыз огунан, аалам жерди солк эттирбей аярлап, аял сенсиң түшүрбөгөн колуңан. Жалаң жакшы, жаманы жок аялдын. Жан жыргалы, жароо эли адамдын. Турмуш көркү дүнүйөнүн туткасы, үйдүн куду, апакеси баланын. Жаман дебей, жакшы дедим баарысын. Акыйкаттап айтпайт дебе калысың. Кетирсе да бир ката эмес 1000 ката, кекерленбей кечирип кой анысын. Аял, аял. Айтар сөзүм менинми? Сенсиз секунд жашай албайт көрүндүм. Элжиредин эркелеткен назыңа, эркек болбой таш болсом да эрирмин. Өлүм барго, өкүмүнө көнөрмүн. Көз жеткенде келбес жайга жөнөрмүн. Ошондо да жыйып соңку күчүмдү, аял сени бир жалкырап өлөрмүн. Жалаң жакшы, жаманы жок аялдын, жан жыргалы, жароо тере адамдын.
Сен жоқ болсоң, қысқа менің құлачым. Аял заты сөздің айтсам ырасын. Bir мейірімді күндін алса адамзат, екіншісін өзің төгіп тұрасың. Барымызға өмір тартулап, бала тарбиялап, ұлылықты, сұлулықты даңазалап, үйдің құты, түндіктің түркуі болып, аял зат екені еч кімден талашсыз. Мына ушул аял затының 8 март аялдардың эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Универсал командасы. Бізді Бишкекте да мындан қатырақ болчаға қозғалады лейдегі. Сіздер өзіңіз Олдар алтының барысы жоқ дейді, қатыры жоқ дейді. Олдар алтын азы әлем болып кетті. Қайсыдағы біз сіздерді жақсы көреміз. Андықтан ассаламу алейкум, құтманды құшақ, күніңіздер мен ардақты вайымдар, мырзалар, Оштының жалпы емгек жамааты, мұғалімдер жана бүгінгі күніміздің негізгі insanlar desek жаңылышпайбыз. Бүткүл дүйнөлүк аялдардын эл аралык майрамы, эжекелер, айымдар, студент кыздар, майрамыңыздар менен. Балдар, şu концерттин башында эле сурайын деп атам да, мына үчөөңөрдөн үйлөнгөнсүңөр, мен бойдокмун, жакшылыктагы бойдок, мындай ушу үйлөнөйүн деп атам да, кандай дейсиң, кандай карайсың мисалы үчүн, айтчы. Үйлөнөйүн деп атам. Үйлөнөйүн деп атам, кандай карайсың? Менің не қарайсың, шартыңа қара. Нормально, чақыршы. Қалғанда командада чоң қатар айтыңшы үйленейін деп отам. Үйленейін деп отасың ғой? Жақшылап қара үйленуге чейін. Жайлауға шыққан бы, шықпаған бы, тазаға жұтқан бы, сөк, сақты, здоровый, чоңдай. Баласын бағала тұрған, сүттің көп бере тұрған бір уяны. Biz çoğun adam var mı diyorsa, çoğun adam seni olacak şey mi? Ya bu çoğun adam cinler yapıyorlar. Sen özün açın da karşı ol. Uyusun ne alasın duralım, uyuyadan bize uyuyaydı duralım. Uyusağa fayda getirir, o da göre bir 10 da turup bakalım normal. Ayaklar nesiledi? Çında öyle aytayın sana, çında aytayın. Bizge de çoğunlar aytadılar. Үйlen қалып, үйленсең үйіңде бәрәке болады дейді. Мына үйлендік бізде бәрәке болды, тұра ма? Бәрәке oldu. Мына үйлен не бәрәке таптыңар сіздер? Sen bilmeysin de, günde keçinde үйге барғанда екіта бәрәке ата келіспейді, қозылады сіздер. Сіздер жүресіңдер бәрәкенің көрген жерге чачып. Ulan misal için burada 2 baraka var, onun da bitti baraka var. Benim barakam az kıyartırda. Doktor, үйленейін. Қандай қызға үйленейін? Қырғызда бір жақсы мақал бар. Ешкін көріп төріп, апасын көріп қызын алды. Ошанчымда апасынан қара. Апасымен жақсы сөйлеш. Апасымен нормально сөйлеш қойған болсаң, жүрер апасымен, не қыласың? Мен үйленейін отыр. Аяқта апасын айтасың. Апасы kızın жаман дейт біле. Kızın қандай екенін жеңесі біле. Жеңесі біле. Жеңесі менен сөйлеш. Жеңесіне жақшылай сұра. Сурай. Не деп сурай? Күйеу Россияда өзі моментті көрмесің бе? Мен өзім жөнді ойласам, сен өзің жөнді ойласың. Hayır, айтшым, не қандай қылады? Мен айтайын. Мындай. Қарайсың, қызменен сөйлешесің, сөйлешкенде эле Инстаграмын қарайсың. Инстаграмы 100 000 деңгейде болса, сразу үйленеді. Неге? Подписчигин көбөйтүп аласың. Балдар, қартан бері тамашалашыңар. Мен үйлене тұрған қызшы. Мындай, балуан батыр қыз болуш керек та, мен ұлдарым батыр болып шығуш керек та. Ақтілек, батыр болуш үшін қолдаушы болуш керек та. Mesela kitapta da okusam mesela Çıngiz Khan'da karışkılı kol döptürgen pasayan bilesiniz ayaklarsa karışkılar canı жүрөбүз. Мына Курманжан энеңизде Арыстан кол доптурган турабы? Сен дагы бир нерсе колдош керек. Помой мени колдойт окшойт балдар, бир болсончу. Кече мына концертке даярданып чаттык го. Жатканайын бүгүн эртең менен да же уйкум эмес, же өңүм эмес мындай елас-плас болуп жатсам, тарс эте эшик ачылды. Капкара бир чоң бир нерсе басып кирип келди. По-моему, аю окшойт ушу. Шундай силердин үстүңөрдөн басып өтүп келди да, менин үстүмө келип отурду да, сенки бир сигарет чегип кайра чыгып кетип калды. Үйсө сөйлөгөнбү? Ооба, каяктан билесиз? Ол менин эме.
Еште чейкесен сөйлешпе. Ақшай, сен адаштың да қолдай тұрған емін қарап қолдайды да, мен құрсағы шығып кеткен неудобный адам қолдайды да тұрау. Зачем да мені қолдайды да, нормальный керекті адам. Майып болсаң қолдайды да нәрсе. Bunu қолдайды bunu. Қолдайды. Қалай қолдайды? Ya bunu bir toğ қолдайды. Toğ'a bir қолдады, екі қолдады. Üçüncüsünde çıkıla verdiler, toğ ketmeye suradı. Alıyorum, o kim dediler, sadık sen. Ket kaldı o. Erkanış mı қолдаймын дейді. Қолдаймайды o. Ана не, сені қолдайды? Meni қолдаса керек, бірақ мен түсіме бір нәрсе керек, не екенін білмеймін да. Көк жалды, көкпек, чоң, құлақтары ұзын, құйрықтары ұзын, бұттары ұзын, басқына тақ деп. Чоң, о, ешеге оқшайды ол. Мен ешегім түсімізбе кіріп алған оқшайды. Қалам, мен дағы шыңда түсіме бір нәрсе келді да. Не келді? Түсімде жүр, Сулаймандада жүр. Сулаймандада. Ана Сулаймандан ең үстінде бір ақ сақал uzun bir ақсақал келіп түсіме жүр. Анан мені қарап тұрып, Берке. Не қылды мана? Чоң қапардың арқасына барсам, кішінен арқалы. Ағы Берке. Анам дейіп барып барасам, дейіп 85 сомердағы бар. Мен сынап бәтші деді. Сен түсін боя қалды, сен. Жігіттер, мындай байқап көрсемші, менің жас кезімнен бері бір қара жылан қолдайды екен. Қара жылан? Қаяққа барсам ұшай қара. Артыман етіп жүреді. Университетке келсем университетке келеді. Үйге барсам үйге барады. Анан мен үйлендім. Үйленгеннен кейін не байқап жылан чоңая баштады. Күннен күнге чоңая баштады. Мойындағы жоғын орды. Ондай құлақшылар шықты. Анан жаңағы жылан кобраға айланды. Анан кобрачы кейде мені чалып қояды. Кейде WhatsApp'тан видео звоноктан чалып қояды. Сен аяқ шамайды айтпайсың ба? О, шамайпам. Ондай кобра бардыңыздар, Қорқырат анша кобраларда тұрмайсың ба? Оға бүгін кім байрам болды? Бүгін үшін кобралардың байрамы да. Айымдар байрамыңыздан құт болсын, мырзалар бір қадырақ қол жағып құттықтап қойыңыздар. Сулуу менен дүйнөнү суктандырып, мерим менен бизди көрккө бөлөгөн жалпы кыргызмдын айымдары. Сиздерди 8 март бүткүл дүйнөлүк аялдар күнү менен жалпы кыргызмдын мырзаларынын атынан куттуктайбыз. Ар дайым биздин бактыбызга бар болуңуздар. Сиздер менен Жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки аптанын ушул мүнөттөрүндө кездешем. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.